Баршаңызға қайырлы күн достар. Кешкі асқа ауызашарға ерекше тағам жасап көріңіздер. Барлықтарыңызға ұнары сөзсіз, өте дәмді болып шығады. Видеоның соңына дейін қарап, менің YouTube арнама тіркеліп, қоңырауша белгісін басып қойыңыздар. Бізге қажет заттар: тартылған ет, пияз, бір қызанақ, картоп, сәбіз және де дәмдеуіштер қажет. Алдымен мен фаршқа пиязымызды майдалап турап алдым, немесе блендермен өткізсеңіздер де болады. Дәміне қарай тұз және де қара бұрыш қосып, жақсылап қолымызбен езіп араластырамыз. Мінекей, жақсылап араластырамыз осылай. Одан соң осы дайын болған етімізді қолымызбен қатты үлкен қылмай осылай дөңгелектеп аламыз. Төменге видеоның астына қанша мөлшерде барлығын қосу керектігін, ингредиенттердің барлығын жазып қалдыратын боламын. Мінекей достар, фрикаделькиларымыздың барлығын дөңгелектеп алдық. Енді газға табамызды қойып, яғни қазанымызды қоямыз да май құйып қыздырып аламыз. Одан соң фрикаделькиларымыздың барлығын қазанға саламыз. Екі жағын әдемілеп қуырып аламыз. Осы қуырған сәтте менде пияздары еріп шықты. Сондықтан сіздерге блендермен егерде болса езуге кеңес беремін. Сонда пияздарыңыз майдаланып кететін болады. Қуырылғаннан кейін бір ыдысқа салып аламыз. 3-4 минут қуырсаңыздар жеткілікті. Осы пияздарын алмаймыз. Дәл осы майдың үстіне туралған, яғни барлық көкөністермен турап қойған болатынмын. Дайындап, ең алдымен пиязымызды осылай қазір қуырып аламыз. 3-4 минут бойы қуырамыз. Одан соң үстіне сәбізімізді қосамыз да 2-3 минут қуырамыз. Қуырып болғаннан кейін майдалап кесілген бір қызанағымызды салып, тағы да 2-3 минут бойы қуырамыз. Қызанағымызды 1-2 минут қуырып болғаннан кейін картопты салып, тағы да 1-2 минут қуырып аламыз. Одан соң бір асық немесе 2 ас қасық томат пастасын қосып, араластырып қуырып жібереміз де үстіне осы фрикаделькиларымызды орналастырамыз, яғни қуырылған фрикаделькиларымызды. Барлығын салып болғаннан кейін бір бокал толтырып, яғни осы фрикаделькилардың бетін жауып тұратындай етіп су құямыз. Суымыз қайнағаннан кейін дәміне қарай тұз, бұрыш, әртүрлі приправалар қоссаңыздар болады. Картоптарыңыз, сәбіздеріңіз піскенше пісіріп аласыздар. Одан соң мен осындай күрішті суға қайнатып пісіріп алдым. Осыны пиалайға осында форма жасап алдым да, осы шұңқырдың ішіне подливаларыңызды құясыздар. Өте дәмді болып шығады қыздар. Міндетті түрде ауызашарға кешкі асқа жасап көріңіздер. Отбасыңызға ұнары сөзсіз. Видео ұнаған болса лайк басып комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар. Және де менің YouTube арнама тіркеліп, жанындағы қоңырауша белгісін белгілеп қойыңыздар. Назар қойып тыңдағандарыңызға, барлықтарыңызға рахмет. Баршаңызға ас болсын.